Ассаламу алейкум, қадырман көрушілер, Алам Қабар каналының қаталаушылары. 12 сентябрь 2020 жыл Жалабат Сузақ мал базарындамыз достар. Бүгінгі малдарға болған, бұқаларға болған маларды сіздермен шоу бөлісіп көресіз. Бізден алсалай тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға қаталыңыздар, лайк басыңыздар, ұсыныстарды комментарийге жазып тұрыңыздар. Саған ойды алып жүрістір, мұздасы менен 80 мың болып тұрышы. Екі жашар бұқаларды алып жүрістір, 65 мыңнан болды дейді шылар. $65 мың болды деп мұздасы менен алып жүрістір, мұздасы ұрға чекен. 200 мың болды деп құнажындарды алып жүрістір. 50 мыңдан. Арқы сараласы семізге. Мұздасы жоқ өзіл екен, шол үйді 60 мың болды дейді. Боз екен. 54 мың болды дейді. Жаш құнажын. Мұнашында чоң қаларда келіп алдыр. Чоң қара бұқанны килограммға есептеп жатсады. Шыны 350-400 килограмм ет берсе керек деп. 41,5-дан болып тұрышылар. 1,5 жашарлар. Четтен алынып шығып баратқан балардан сіздерге біраз көрсеттік. Еме ичкеріден дағы сіздерге көрсетілі. Ичкеріде балар қандай болып жатады. 64 мың болды деп саған ойға алып тұрып, өзі сұрға чыкен. 27 мың болды деп суайды алып шығып тұр. 130 мың болып тұрышылар. Мұнашын қармап тұрған бұқалар 1,5 жашарлар екен, бұларды 55 мыңнен кемі бар деп қармап тұршады. 1,5 жашар мұнашын бұқалар 55 мыңнен кемі бар. 31,5 болды деп мұнашын құнажында алышып тұр. Мұнашын 1 жашардан біраз өткен болаш керек, ұшыны 50 мың кемі бар деп тұрады. Қазір жас жегіт сұрап бағыла да тоқшайды. 33 мың болды деп 1 жашар тұқан алып жетір. 56 мың құнажын. 1,5 жашар бұқанның ұшыны 50 мың кемі бар деп тұрады кен. Мұна шол құнажынды 50 мың кемі бар деп айтылыш бағасы болады аткен. Еті жақшы, семізген. 19 мыңнан болды деп ұшыл торпақтарды алып шеп барады. Жаш, бұйылқы торпақтар болшы керек. Бұғаш екен, 19 мыңнан. Қаншаны туған екен бұлар? Қара, 3-ті туған екен, бұнысы бұлшы. Біреуіне туған екен. Құнажындарды 125 мыңға сұрады екен, адыр бербей тұрады. Мұна ұшыл 1 жашар бұқалар екен. Пародалары жақшыкен көрініштері ұшыларды 50 мыңнен кемі бар деп айтылышпалар болады өткен. Жайлаудан келген семіз. 21 мың алдын деп алып кетеді ұшылы. Ұрғач торпақ екен бұйылғы. 15 мың болып тұр жаш торпақ. Ұшыл бұқалар жағы өтеді мұға. 50 мың болды деп жетелеп чепарады ұшыл құнажынды. Мұна жерде қатты бағалар болады атқа. Беріле бер деп қайсының бағалады аткен азыр. Жақсылап көрелі. Қолдарды сілкелдет ат берді. Мұна ұшыл құнажын 53.700 болып тұр. Жаш құнажын екен жаңа açма. Еті жақшы екен. 78 мың болды деп саған үйді алып жүріп барады аткен. Мұзасы еркек. Мұна ұшыл суайларды алып тұр. 1,5-2 жашар болған. 32-32,5-дан болып тұршылар. Мұна ұшыл жаңа açма құнажын екен. Бұны 42 мың деп айтылыш басы болып тұр. 36,5-ға бау болған екен, бербейді аткен.
азыр боз деп айтып жатат, жайлауда жүргөн экен. Мына ошол кунажын 2 жашарды 45 миң кеми бар деп турат. 39 миңге баа болгон экен, бербейдим деп турат. Быйылкы эрте жаздагы букалар бар экен, мына ушундай 1 жашар болуп калган букалар ушулар кандай болот экен, ушулардан көрөлү. Канчада атасыз букаларды? 36 миңден деп айтылыш баалар болот экен. Бирди тууган кунажын экен, ушуну 39 миңге алып чыгыптыр. Энесин бөлүп саттыңызбы буну? Буканы өзүң канчада атасыз? 50 миңде атат, 1 жашар экен. 1 жашар эмес, 6 айлык. 6 айлыкпы? Парадасы жакшы экен, эгер 6 айлык болгон болсо. Энесин бөлүп сатыптыр азыр. Энеси канчага кетти? 55 миңге. Буну сурап атсаң? Канчага? Сурайлык азыр. Мына ушуларда 40 миңден кем бар деп айтылыш баалар болуп атат экен, 1 жашар букалар. 36 миң, 35 миңден баа болуп тур, бербептир. 1 жашар боло элек букалар экен, мына ушуларды оптон баалары 40 миңден деп айтылыш баалар болуп атат экен. Баа кылып берип атчабы? 35 миң, 36 миңден баа болуп тур, азыр бербей турам. 30 миңден да сурашты, кичинекейлер. 777 66 42 52. Мына ушул номерлерге чалсаңыздар болот экен, агабызда дайым ушундай жаш торпоктор болот экен. Кайсы жерде? Ачы, Жаллабаттын ачысынан болот экен агабыз. Торпокту казармандан алып кеткен. Булар казармандан келди. Торпоктор казармандан келген экен. Агабыз базарда жүрүп өткөн, мына ушундай билет экен. Бүгүнкү базар түзүп кетти деп айтып жатат. Арзан деп. Алган пулга чагып айтабыз. Алган пулга да ушуларды сурабайт деп турат. Булар аз окунажындарбы, байланбаган. 36 жарымдан болуп турушулар. 2 жашар болгон окунажындар. Барын качырып атышат азо. 1 жашар бука 41 жарым болду деп, ошол. Ушул эле сат үчүн букалар бар экен, ошол 1 жашар букалар ушуларды 42 миңден болсо берем деп турат, оптом экен. Кайсы жерден келди булар? Казармандан келген экен. 37 миңге болсо беререм деп сатылбады деп алып чыгып барат. Саан уйлардан көрө турган болсок, мына ушуну азыр баа кылып атышат экен. 6-7 музоосу деп айтып жатат. Айтылыш баасы 75 миң болуптур. 65 миңге бербей турат экен. 72 жарым болду деп уйду алып тур азыр. Биринчи музоос экен. Музоос эркек. Жаш кунажын. Энчиге алган окуйт агабыз. 75 миң кем бар деп айтылыш баасы болуптур. 5 уй алып келген экен азыр. 5өнөн 2 ок алып тур, сатылбай. 71 миңден баа болгон экен, бербептир. Жазда жайлоого кетип атканда боз болуп кеткен экен, ушул быйылкы музоосу. Ургач экен. Ошо жанындагысын 69 миңге бербей турат деп айтып жатат. Мына жерде азыр саан уйду баа кылып атышат, жакын барып сурап көрөлү, кайсыга канча берип жатат. Бир өтүп биринен ушул уй сатылды, азыр 80 миң болду. 80 миң. Менче 5-6 литр сүт бергиде. Музоосу ургач экен. 70 миң болду деп мына ушул уйду алыптыр. 3-чү музоос экен, эркек. Üçüncü muzоосу деп мына ошол уйду дагы азыр баа кылып атышат. Музоосу эркек экен. 57 миңге баа кылып атат, бербей жатат азыр. Мына ошол сан уйга азыр 63 миң берип атат экен. Бербей жатат.
Өзіңіз қанша дедіңіз? 74'ke berbedim azır. Ekönü sattım da. 74 mingге берілбеген. 3600 payda görüştü. Sonra geldi 74 oldu. Valiga Bishkek'in tapaklarından kaçkanda günlükleri soğum. 3 sakın bir adı değil ama benim. 73 mingге сұрап атады, бербей жатады азыр. Мына ушул чеке дегені. Айнымай жоқ ama şart. 60 мың дедіңіз бе? 65 мың деп айтылышпасы болып атады екен. Кейінгісі 70 мың. Мына чеке деген дағы 70 мың кемі бар деп тұрышады екен. Қаншаншы мұз екен мынау кішінекейлер? Birinci oldular. Değişik oldular. Мына чеке дегендер кішінекейлер бірінші мұз екен. Жаш құнажындар. Әлеме бұнысы 3-ші дедіңіз, е? 5-ші? 5-ші мұз осы. 65. 65 мыңға olsa берем деп атады азыр. 70 kam var. 65 olsa verim. Мына ошол сары уйдудағы 70 мың кем бар деп турат экен. 3-чү муз осы жанындағы. Аздай хан экен, мына ошол кара уйду 73 мыңга бербей турат дагы деле. Ошол уйду 75 мың кем бар деп турушат. Мына жерде музоос аябай жакшы парада уйлардан экен. Ошол уйду 110 мың кем бар деп турат. Эркек экен музоосу. Мына жерде жаш жигиттин колун силкелдетип бааларды кылып атышат агаларыбыз, букаларды. 60 миңден баа кылып атат экен ушуларды. 2 жашар болуп калган букалар. Эко менин чогортода 500 сом гана талашып атат го дейм. Мына ушуну 60 мың 500 болса беререм деп турат. 2 жашар. 135 мың дейт ушул экону. Айтылыш баасы 2 жашар букалар. 64 жарымдан болду деп ушул 2 буканы алып тур азыр. Iki жарым жашар букалар. Kızıl dedim. 64 жарымдан болуп тур. Менимче Өзбекстанга кетти окшойт бул дагы. 2 жашар бука экен, ошону азыр 57 жарым болуп атты эле. Азыр салды, канча болду экен? 58 мың болуп тур, 200 сом экен. Бүгүнкү базарга мына ушундай Симентал пародадагы кунажындар, эми Герофорд пародадагы букалар дагы келген экен. Барын Россиядан келген деп айтып жатышат буларды. Бул жерде мындай мүйүзү жоктор дагы бар экен. Герофорд пародадагы. Барын оптом дүң баада сатылып тур, 61 миңден болуп турушулар. Мына ошол жигит өзү алып келет экен. Ары карап турган. Россиядан дагы алып келебиз дейт. Мүмкүн болсо азыр номерлерин алып коюңар аракет кылабыз. Азырынча жигит бошоп айтат. Мен мүмкүн болсо номерин алып коемун. Берип калса экран номерге калтырып кетебиз. 22 баш алынып тур. 61-62ден болуп турушулар. 2 жашар букалар. Мына ушул букалар. 2 жашарлар. Көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү Жалал Абад базарындагы малдардын бааларын кыскача маалымат берип чыктык. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарыштарда сиздер кой жандыктардан көрсөңүздөр болот. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. 39 мың болду деп ушул буканы алып чыгып тур, 1 жашар. Бул жерде ушундай алайдын көмүрү бар экен, 5,5 сомдон болот экен. Номерин дагы жазып коюп тур, 555 84 85 88. Ушул номерлерге чалсаңыздар, балким доставкалары дагы болушу мүмкүн, жеткирүүлөр. Жалал Абаддагы көмүрдүн баасы азыркы тапта.